Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Менің атым Асет, және бүгінгі сабақта біз сіздермен функцияларды қарастырамыз. Ал бастайық. Өткен сабақтарда біз сіздермен қалай PHP файлдарын жасауды және қандай программалар жасау үшін қандай бағдарламалар қажет екенін өткенбіз. Қазір мен функция деген файлды жазайын. Функция.php. Сол себепті бұл сабақта мен қайта тоқтала бермеймін өтілген нәрселерді. Егер сізге кейбір заттар түсініксіз болса, онда менің емейліма жазсаңыздар болады. Немесе менің алғашқы бірінші сабақтарымды көрсеңіздер, сол жерде бәрі де айтылған. PHP файлынан бастайық. Бүгін біз сіздермен функция жасаймыз. Функцияны мысал түрінде келтірсек, мысалы қосу функциясын жасайық. Ол үшін біз алдымен функция екенін белгілеп алуымыз керек. Мысалы function деген арнайы PHP-ның өзінің сөзі бар. Мысалы функция қосу. Енді қосудың ішінде маған параметрлерді жазу қажет. Бұл параметрлер екі түрлі параметрлер болады жалпы функцияда: актуалды және формалды. Қазір мен жазатын параметрлер олар формалды параметрлер, то есть формальный. Мысалы менде A болсын және B болсын. Функцияның денесі. Сонымен арғарай менде қосу функциясын жасадым, және оның формалды параметр бар, және B формалды параметр бар. Енді бұлай жаңа бір айнымалы жасайын. Мысалы C деген. C бізде A және B-ның қосындыларының, осы екі айнымалының қосындыларының мәні C айнымалысына жазылады. Және echo C деп қояйық. Мінекей, мына жерде сіздер байқасаңыздар, мінекей функция жасадық. Қосу деген функцияны, оның параметрлері бар. A және B формалды параметрлер. Және C айнымалысына осы екеуінің қосындысының мәні жазылатын болады. Және ақырында біз жаңа браузерге шығарамыз нәтижесін. Енді біз функцияны жаздық, бірақ енді оны шақырайық. Функцияны қолданайық. Оны қолдану үшін мен мысалға жаңа бір айнымалыларды алайын. Мысалы x деген айнымалы болсын. Оған бір мән берейін, 8 деген. Тағы бір айнымалы, мысалға y
y-ге 7 деген мән берейін. Енді функцияны шақырып көрейін. Қосу функциясын. Жазам қосу. Енді осы жерде мен параметрлерін, актуалды параметрлерін жазам. Ал бұл жерде актуалды параметрлер бізде x пен y. Өткені дәл қазір олар актуалды болып тұр. Ал мына жерде бұл формалды ғана a мен b. Сол себепті мына жерге мен жазам x және y. Экранға шығарайық. Эхо қосу функциясы, оның актуалды параметрлері x және y. X-тің мәнісі бізде 8, y-тің мәнісі 7. Сонда бізде нәтижеде не шығу керек? 15 саны шығу керек. Өткені бізде функция өзі, функция қарайтын болсақ, ол жерде мына екі параметрлер қосылу керек. Ал енді соны тексеріп көрейік. Мына жерде кешіріңіздер, мынандай кішкентай қате. Мына жерде эхоның қажеті жоқ. Мына жерде дереу return c деп жазсаңыздар болады. Осылай дұрыс болды. Сонда мені қараңыздар. A мен B-нің қосындыларының мәні C-ге жазылады, C айнымалысына. Сонан соң C айнымалысының мәні бізге қайтарылады. Сонда мына жерде бізде x пен y қосылып, екеуінің қосындысының мәні қайтарылып, эхо арқылы ол бізде браузерға шығады. Қазір енді тексеріп көрейік. Функция .php көрейік. Мінекей, сіз көріп тұрғандай, мына жерде жауап 15 шықты. Демек, мынау 8 бен 7 қосылды. Мысал, мынаны өзгертіп көрейін. 10 болсын, y. Мына жерге сақтайын, барам, жаңартам. Мінекей 18 болды. 10 қосу 8, 18 дұрыс. Демек, біздің функция дұрыс істеп тұр. Осылай сіздер көптеген басқа да функциялар жасай аласыздар. Бұл өте қарапайым және оңай түрі. Мысал ретінде мен сіздерге келтіріп тұрмын. Бірақ сіздер үлкен бір бағдарламалар жасайтын болсаңыздар, оның ішінде осындай функциялар қолдану өте тиімді. Өткені сізге оны қайта-қайта бір код жазуының қажеті болмайды. Бір функцияны жазып қойсаңыз, сол бір функцияны бірнеше жерде сіздер шақырып, соны қолдана аласыз. Осы жағынан функция өте тиімді. Жалпы менің функцияға байланысты сабағым осымен аяқталды. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.